Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударуларыңды сұраймыз. Экраннан шығып тұрған мына суреттен не көріп тұрмыз? Жақсы, ондай болса, бұл бала құқығы екен. Келесі суретке назар аударамыз. Бұдан не көріп тұрсыңдар? Жақсы, ондай болса, бұл дегеніміз не екен? Бала міндеті. Ондай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала құқығы қалай қорғалады. Негізгі оқу мақсатымыз құқықтық актілерге сүйене отырып, қоғам мен отбасындағы балалар құқығын талдау. Адам және қоғам. Балалар құқығы. Халықаралық ұйымдар балалардың құқығын қорғайды. 1989 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы балалардың құқығын қорғау жөнінде келісім жасады. Бұл халықаралық келісім негізінде балаларға ересек адамдардағыдай құқықтар мен бостандықтар берілді. Жастардың өмір сүруге және өзін дамытуға, көңіл көтеруге, демалуға, білім алуға, өз ата-бабалары туралы білуге және аты жөнін тегін өз еркімен таңдауға құқығы бар. Ата-аналар баланы бірге тәрбиелей алмайтын жағдайда, бала әкесінің не анасының тәрбиесінде болып, олардың ата-аналарымен, ата-әжелермен байланыста болады. Өкінішке орай, балалардың құқығы әрдайым сақтала бермейді. Дәл осындай қолайсыз жағдайда өзгертуге тырысатын ұйымдар бар. Біріккен ұлттар ұйымының басшылығымен қызмет атқаратын ЮНИСЕФ осындай ұйымдардың бірі болып табылады. Балалар, бейне жазбадан көріңдер, бала құқығын қорғау туралы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясында біздің елде дүниеге келген әрбір сәби қазақстандық екенін, оларға мемлекеттің қамқорлық пейілі шексіз болатындығын және барлық ата-ана бар жақсылық балаларға қағиданы ұстану қажеттігінің ерекше екендігін атап өткен болатын. Барлығымыз білетін Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы конвенция. Сол жерде бала құқығы туралы халықаралық конвенциядан мемлекет әрбір баланың аман сау өсіп, жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Бала өмірге келе салысымен тіркеуге алынады және өзіне есім мен азаматтық алуға құқылы. Әрбір бала өз отбасында ата-анасымен бірге өмір сүруге құқылы. Бала мектепте кінәлі болғанда да оны ешкім ұрып жазалауға, кемсітіп қорлауға құқығы жоқ. Бала тынығуға және мәдени демалуға құқылы. Әрбір баланың ой пікірі, ар-ождан және дін еркіндігіне құқығы бар. Бала өзі қалаған спорт түрімен шұғылдануға құқылы. Бала денсаулығын сақтауға, емделуге құқылы. Бала өз ойын еркін айтуға құқылы екен. Балалар, өздеріңе белгілі, біз жылда балалар қорғау күні деп қай күні қарсы аламыз? Оны барлығымыз жақсы білеміз. Ол әрине 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Сонымен қатар біздің біліп жүретіндеріміз 20 қараша дүниежүзілік балалар күні, 10 желтоқсан адам құқығы күні, 1948 жылы адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясын Біріккен ұлттар ұйымында қабылдады. 1959 жылы әлемде бала құқығын халықаралық күнін мерекелеу декларацияны жариялаудан басталды. 1979 жылы халықаралық балалар жылы өтті. 1989 жылы Біріккен ұлттар ұйымында бала құқықтары туралы конвенция қабылданды. 1993 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. 1994 жылы Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы конвенция бекітті. 1995 жылы Қазақстан Республикасының конституциясы бүкіл халықтық референдумда баяндалып, екінші рет қабылданды. Жақсы, балалар, осымен бейне жазба арқылы жалпы
көрсеткен, экранда көрсеткен бала құқықтары туралы конвенция арқылы біздің бүгінгі сабағымызды түсіндік деп ойлаймыз. Енді сол бойынша сендерге мынандай тапсырма берейін деп отырмын. Ол ойлан, бірік, бөліс деп аталады. Онда қазақтың ұлы ойшылдар Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлының тәрбие туралы қалдырған нақыл сөздерімен ой бөлісеміз. Ол туралы ойланып жазып болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Өздеріңе белгілі, баланың қандай құқығы бар? Бала неге міндетті? Осы туралы өз ойларыңды жазыңдар. Жақсы, ондай болса, баланың қандай құқықтары бар екен? Экранға назар аударамыз. Еңбек етуге, өз пікірін білдіруге, баланың өз атын әкесінің атын алуға, мүлікке ие болу, қорғалуға, отбасында өмір сүруге тәрбиелеуге, ұлтын таңдауға, демалуға, денсаулығын сақтауға не екен? Біз балалар құқылы екенбіз. Ал біз неге міндеттіміз? Білім алуға, тәртіп сақтауға, мектеп мүлкін сақтауға, үлкендерді сыйлауға, ана тілдің тазалығын сақтауға, әрдайым таза ұқыпты жүруге, темекі шекпеуге, спирттік ішімдер ішпеуге не екенбіз? Міндетті екен біз. Балалар, сендерден біз ылғи сұрақ қойыңдар деп сұрақ қоямыз, иә? Енді сендерге соның керісінше беремін деп отырмын. Бұл жауабы болса, сұрағы қандай? Бала өзінің жеке даралығын сақтап қалуға болады. Бұл жауап, осыған қандай сұрақ берер едіңдер? Міндет, құқық бұзушылық, әлемет, қазақтың ұлттық ойшылдары, заң, міндет дейді. Жақсы балалар, бағанан бері сендермен бала құқығы туралы таныстық. Енді сабағымызды бекіту мақсатында жылдар сөйлейді. 1948 жыл 10 желтоқсанда, 1959 жыл 20 қарашада, 1989 жылы 20 қараша, 1993 жылы 28 қаңтарда, 1995 жылы 30 тамызда, 2002 жылы 8 тамызда. Өз ойларыңды айтып жауап жазыңдар. Жақсы, ондай болса экранға назар аударамыз. Жауабы не осы екен?